Аманжолов университетінің түлектері жайлы біздің түлек жобасын әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Аманжолов университетінің түлегі, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын аяқтаған Ғылымхал Манай мырза. Ғылымхал, қош келдіңіз енді. Жалпы біздің университетке қашан, қалай оқуға түстіңіз? Сәрсен Аманжолов атындағы университетке 2012-де келдім. Бір үлкен Абай Құнанбаевқа байланысты шара өтті. Ол жерде көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы болды. Абайдың Қансонарда бір күшік адамға өлеңін оқыдым. Сол өлең арқылы мен сол бас жүлдесін ұтып алдым. Кейіннен осы университетке оқуға түсуіме сол мен үлкен себепкер болды. 4 жылда оқып жүріп, оқу барысында көптеген конкурстарға, көптеген байқауларға қатысу арқылы жалпы ғылымдағы мен өз жолымды тауып кеттім сол салада. Ғылымға өз жолымды университетте таптым дедіңіз ғой, енді студенттік шағыңыз қалай өтті сонда? Мен осында оқып жүрген кезде Оралхан бөкей оқуларына қатыстым. Сол кезде Оралханның бірінші қалалығының дайындалу үшін Оралханның шығармаларын қарап, өзіме ұнаған шығармалармен барып қалалығының бас жүлдесін алдым. Кейіннен облыстығына жіберді. Ол кезде де Оралханның шығармаларын ақтардым. Одан кейін республикаға жіберді. Республикада да Оралханның толығымен шығармаларын қамтып, соны өзіме керекті мәтіндерді алып, жаттап, кейіннен республика конкурсын ұтқаннан кейін менің дипломдық жұмысымның өзі Оралхан бөкейдің кейіпкерлері әлемі болып кетті. Жетекшім Айжан Картаева осындағы. Содан кейін университеттің жалпы ішіндегі болып жатқан көптеген дүниелердің басы-қасында жүрдім. Көптеген әдеби кештер бердік. Қалқаман Саридың кешін бердік, Жанат Әскербекқызының кешін бердік, Қалихан Ысқақтың кешін бердік. Сол кештердің барлығында осы өлең оқып, кейбір кештерді жүргізіп, кейбір үлкен шаралардың басы-қасында болып, жалпы қазанында қайнадым десем болады. Кімдер сабақ берді? Бердібек ағай берді, Айжан Картаева берді, Айымгүл апай берді, Қарлығаш Түркістанова берді, Бақытжан Келгенбаева берді. Аманжолов университеті тағы сізге не берді? Мен басшылыққа да рахмет айтқым келеді. Сәрсен Аманжолов атындағы университеттің ректорлық грантын мен оқыған азаматтың. Есімі өзінің бір өміріне, тағдырына байланысты болады деген бір дүние бар. Ол да расымен бір қарасаңыз шын секілді. Өйткені менің есімім Ғылымхал. Енді ғылым саласына кетуі, мен бірінші фундаментім осы жерде қаланды. Сәрсен Аманжоловта мен толығымен әдебиет саласында оқыдым, өзімді әдебиетші деп таныдым. Кейіннен мен тағы да өзімнің білімімді жетілдіремін, оқимын деп, жаңа бір Қонысбай Ембергенов деген тараздық досым бар. Сол кісінің ұсынысы бойынша біз алғаш Анкара қаласына оқуға ниеттеніп шығып кеттік. Түркиядағы ғылым саласының ерекшелігі өте маңызды деп қарайды. Ғылым саласындағы әсіресе білім алып жатқан студенттердің білімі олар үшін маңызды. Қылаяғы мен Түркияға бара қалған кезімде түрік тілінің J1 сертификатын сұрады. Қазіргі түрік тілдерінің салалары деген бөлімде оқимын. Өзімнің ізденуіммен, зерттеуіммен, солардың ақылдасуымен мен қазір қазақ кигіз үйі және қазақ кигіз үйінің ішіндегі қазақ отбасының тағылым тәрбиесі деген тақырып түсті маған. Осы тақырыпты зерттеп жатқан жайым бар. Білім жолындағы бір жолыңызға қарайтын болсақ, үздіксіз даму, үнемі тынымсыз еңбектену бар. Сіз осы бір жолда не түсіндіңіз? Көп оқу керектігін, әлі де іздену керектігін, әлі де әрекет жасау керектігін түсіндім. Себебі шіркін-ай, бәріміз Мағауиндей болсақ қой деп кетемін армандай. Неге? Мағауин 20 жасында әлем әдебиетін оқып бітіріп отыр. Өмірінің соңында артына 25 том кітап қалды. Бір кітабының өзінде 500 бетте. Енді елестетіп көріңіз. Соншама кітап қалдыру үшін, соншама еңбек қалдыру үшін өмірін арнаған. Сіздің заманауи студент тағы қандай болу керек? Заманның талабына сәйкес көптеген нәрсе білесіз, жасанды интеллекті дамып жатыр, әртүрлі цифрлық дүниеге көшіп жатыр. Осының барлығымыз игеріп, мына ғылым саласына енгізуіміз керек. Жаңа заманның жастары осы нәрсені игеру керек. Осындай нәрселерге жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Аманжолов университетіне қандай өзіңіздің ізгі тілегіңіз бар? Жалпы әркімнің ұшқан ұясы ыстық. Мен осы жерде білім алғаныма, осы жерден жалпы түлеп ұшқаныма қуанамын. Қазіргі осы университеттің басшылығы, шаңырағын биік қылып ұстап отырған басшыларыңызға, Мұхтар Төлегенұлы ағамызға, осындағы еңбек етіп жатқан әрбір азамат пен азаматшаларға бірінші рахметімді айтқым келеді. Екінші жалпы сәттілік тілеймін, барлық істерінің ілгері болуын. Біздің осы университеттің мақтан тұтар түлектермен өткізетін біздің түлек деген айдарымыз бар. Осы бір айдарда үнемі бір қоятын тұрақты бір сұрағымыз бар. Соңғы сұрақ,
Аманжолов университеті сіз үшін не? Үш сөзбен айта кетсеңіз. Әдебиетімнің бастау болған жері.